Сәлеметсіздер ме киносүйер қауым? Бүгін біз 2012 жылы шыққан «Никто не выжил» фильмі жайлы айтамыз. Бұл менің триллер және хоррор фильмдерге деген махаббатымды ашқан алғашқы фильм. Осы жанрды жақсы көретіндер үшін ең керемет кино деп айтсам болады. Тем более басты рөлде Люк Эванс ойнайды. Ал енді көп созбай обзорға көшейік. Никто не выжил. Фильмнің басында Бетти атты қыз есімі жоқ еркекпен көлікте кетіп бара жатты. Ол оның күйеуі ма, ойнасы ма белгісіз. Бірақ олар бір-бірін жақсы көреді. Олар өздерін ешкім танымайтын жаққа кетіп бара жатыр. Олар жол жөнекей тынығып алу үшін жол бойындағы отельге тоқтайды. Жұп бөлмеге жайғасып, теледидардан Эмма атты қыздың жоғалып кеткені жайлы жаңалық қарап отырады. Ол қыз тал ағашында Эмма әлі тірі деген жазба қалдырған екен. Умная девочка. Ты думаешь? Полицейлер бұл жазбаға 6 айға жуық уақыт болғанын айтады. Сосын жұп төсек қатынасымен айналыспақ болады. В общем, олар тірліктерін болғасын кешкі ас ішуге аттанады. Бетти жол жөнекей басқа бір қыз жайлы айтып, жігітті ол қыздан қызғанатынын білдіреді. Бірақ жігіт ол қыз жайлы ұмытуды ұсынады. Олар енді ғана үстелге отқанда барға бандылар кіріп келеді. Хелен, пиво. Олар сәл ғана алдын бір үйді тонамақ болған, бірақ Флинн атты есерсоқтың кесірінен жоспарлары жүзеге аспай қалған. Енді бандылар не істеу керек деп отқан. Сосын жаңағы Флинн бейтаныс кісілерді байқап үстеліне барып отырады. Бетти оларға проблема керек емес екендігін айтады, бірақ Флинн оның қолынан ұстап алады. Есімсіз еркек жаймен пышақты қолына алайын деп жатқанда банданың бастығы келіп қалады. Сөйтіп Флиннді әкетіп қалады. Хорош, идем. Тамақтанып болғасын олар отельге қайтып жатты. Жан-жақтан әңгіме айтып, арақатынастарын талқылап жатқанда Флинн мотоциклмен жетіп алып, оларды аварияға ұшыратады. Флинн жұпты дем алып, саяхаттап жүрген өте бай отбасы деп, ол жұптың ақшасын оңай ғана жымқырам деп ойлаған еді. Сондықтан ол жұптың көлігін алып кеткен. Ал өздерін Итан атты жігітке пленге тастап кеткен. Итан оларды біраз қинап, бар ақшасын суырып алуы керек еді. Бизнес-план әдемі құрылған. Но есть одно но. Жігіт көзін енді ғана ашқанда дәу банды Итан кіріп келеді. Сол кезде Бетти жігітінен кешірім сұрай бастайды. Олар ештеңеден қорықпай әңгімелесіп жатқаны үшін кішкене шошытайын деп, оларға ауыздарыңды жабыңдар дейді. Бірақ Бетти әңгімесін жалғастырады. Ол енді бұлай өмір сүре алмайтынын айтады да Итан в шоке. Ол қорқып кетіп, қыздың қанын тоқтатпақ болады. Бірақ есімсіз жігіт наручниктен босанып шығады және Итанды жауыздықпен өлтіре салады. Бұл кезде Флинн есімсіз жігіттің көлігін ақтарып жатты. Онда кішкентай белгісіз тесіктерді көреді. Онда жаңа жаңалықтарда көрсеткен Эмма атты қыз бар екен. Флинн басқа бандыларды шақырып, Эмманы үйге алып кіреді. Эмма есімсіз жігітті өте қауіпті адам екенін айтады. Бұл жерден тез арада тайып тұрайық, әйтпесе бәріміз өлеміз дейді. Бірақ ешкім Эмманың сөзіне құлақ түрмейді. У него нет имени. Он придет сюда и убьет всех вас. Сосын Тамара мен Денни Итаннан хабар алу үшін сол жаққа аттанады. Бірақ қоймаға кірген олар Итанның өлі денесін көреді. Бандылар мәйітті бірден көлікке артып үйге апармақшы болады. Бұл уақытта бандылардың бастығы Хоактың қызы Эмманы теледидардағы криминалды зерттеулерден көргенін айтады. Онда бірнеше жыл бұрын 15 студент қала сыртындағы үйде отырыс ұйымдастырғаны айтылған. Бірақ олардың арасына маньяк қосылып, барлығын жауыздықпен өлтірген. Тек бір қыздың ғана, яғни Эмманың денесі табылмаған. Эмбер көліктегі жігіт сол маньяк екенін бірден түсінеді. Сосын Тамара мен Денни Итанның мәйітін алып келеді. Інісінің өлімі үшін қайғырған Хоак оны сарайға алып баруды бұйырып, маньякты тауып кек алуға уәде береді. Мы хотя бы знаем, что в полицию он не пойдет. Бірақ бандылар Итанның өлігін сарайға апарып көліктегі қанды жууға кеткенде, мәйіттің ішінен қанды маньяк шыға келеді. Үй алдындағы көлге шомылып, тазарып алған есімсіз фургонына барып, таза киімдерін алып, құрал жабдықтарын жинай бастайды. Бұл уақытта Хоак та қаруланып Денни мен Флиннді ертіп
есімсізді іздеуге аттанады. Бірақ есіктен енді ғана шыққанда Хоактың желкесіне гарпун келіп қадалады. Сөйтіп орманға қарай тартып кетеді. Бандылар есік алдынан орманға қарай тапаншамен оқ ата бастайды, ал оларға арбалет жебелері жаңбырдай жауады. Нәтижесінде Денни жарақаттанады. Сонымен қатар есімсіз есік алдындағы фургонды да жарып жібереді. Сөйтіп бандылар олар байланысқан адам жай ғана адам емес екенін түсінеді. Енді оларға тек Эмма ғана көмектесе алады. Эмбер Эммадан неге оған тек қана сен керексің деп сұрайды. Эмма қызға ол психопат болса да мені қатты сүйеді деп жауап береді. Сосын ол сезімін білдіру мақсатында алғашқы медициналық көмек көрсетуді үйретіп, өзінің мойнындағы тамырды кесіп тастайды. Ал Эмма оны аман алып қалады. Бір қызығы, бұл уақытта Эмма қамалған бөлменің есігі ашық болған және ол қашып кете алатын, бірақ қыз қашпаған. Потому что дверь не заперта. Эмма оларға Хоак әлде қашан өлі екенін айтады. Бірер минуттан кейін есік қағылып, сыртында бір қап ілініп тұрады. Қаптың сыртында Хоактың жүзігі ілінген. Флинн қапты тепкенде ішінен фарш шыға келеді. Маньяк бандыларды босатпай мантып пісіріп жесін деген шығар. Ал жараланған Денни гараждағы бұзылған джипті жөндей алатынын айтады. Бұл олардың тірі қалуы үшін жалғыз шанс еді. Әйтпесе Денни де қанжоса болып өлейін деп тұр. Эмбер Деннимен бірге барады. Қалғандар үйде қалады. Гараждағы Денни джипті жөндеді. Бірақ сол сәтте оған маньяк шабуыл жасады. Оны көрген Эмбер қорққанынан орманға қарай қашады, ал маньяк артынан қуады. Эмбердің айғайын естіген Флинн бұл қашу үшін қолайлы сәт екенін біледі. Маньяк қыздың артынан қуып кеткенде бандылардың қашып кетуге мүмкіндігі бар еді. Тамара, Флинн және Эмма гаражға барғанда жарымжан болып жатқан Денниді тауып алады. Флинн оны қинамай өлтіре салайын деп еді, бірақ Тамара Денниді көлікке салуды бұйырады. Бұл уақытта маньяк Эмберді қуып жетіп желкесіне пышақ қадайды. Эмбер жерде жатып, есімсізден неге бұлай істеп жатқанын сұрайды. Өйткені Эмбердің дым күнәсі жоқ, ал маньяк бұған жай ғана сенің жолың болмай қалды деп жауап береді. Тогда тебе просто не повезло. Джиппен қашып кеткен бандылар Денниді аурухананың алдына тастап кетеді. Сосын түнеу үшін отельге аттанады. Жайғасып алған Флинн алда жасайтын істердің жоспарын түзеді. Ол Эмманы қаһармандар сияқты үйіне алып барып, әкесі тағайындаған $5 миллион ие болуды жоспарлайды. Ал қазірше жақсылап демалу керек. Сондықтан ол Эмманы азғырмақ болады. Ал Эмма әжетханаға барып келуді сұрайды. Бұл кезде душ қабылдап жатқан Тамара оның тапаншасын алып, Флиннді өлтіре салуды ұсынады. Ал Тамараның өзі олай істей алмайтынын айтады. Эмма онымен келіседі. Бірақ сол кезде бөлменің есігін шериф қағады. Өйткені Флинн есімсіздің банк картасын қолданған еді. Ал есімсіз алдын осы отельде тоқтаған еді. Банк карточкасын көрген отель иесі бірден шерифке хабарласқан екен. Общем, Флинн мен шериф сөйлесіп тұрғанда маньяк ванна терезесінен кіріп Тамараны қылқындырып өлтіреді. Ал өзінің ұсталғанын түсінген Флинн шерифті атып тастайды. Сосын душтағы Тамараға барып тез арада кету керектігін айтпақшы болғанда оны өлі күйінде тауып алады. Маньяктың жақын арада жүргенін түсінген Эмма қаша жөнеледі, бірақ оның артынан Флинн барып тоқтатады. Сол кезде полицей көлігі келіп оны қағып кетеді, ал ішінде есімсіз маньяк отырған еді. Эмма мен есімсіз бетпе-бет келеді. Эмма постоянно қашып жүру жанына әбден тигенін айтады. Сосын темір дубина алып маньякты төбелей бастайды. Қанша соққы жесе де маньяк қарсылық танытпайды. Аяқ асты Флинн келіп оқ атады, ал маньяк Эмманы басқа жаққа лақтырып жібереді. Сосын екі жауыздың арасында төбелес басталады. Басында супер маньяк жеңіп жатты, бірақ сосын Флинн басымдық танытып, енді жеңейін деп жатқанда Эмма келіп маньякқа көмектеседі. Маньяк мұндайды күтпегенін айтады, бірақ Эмма оған мылтық оқталады. Осыншама жайттардан кейін Эмма оны ата алмайтынын айтып, Эмманың қарнына пышақ сұғады. Ішінен қызды аңдитын датчикті суырып алады.
Маньяк енді Эмма тұтқын емес екенін айтады, ал Эмма есінен танады. Сосын есімсіз Флинді өлтіреді. Кадр ауруханаға ауысады. Маньяк жарақат алған Денниді тауып барған еді. Ол ешкім тірі қалмады деген сөзді айтып, Денниді өлтіреді. Никто не выжил. Осы кезде тірі қалған Эмманы ауруханаға алып келеді. Ал репортерлер осы кезге дейін Эмма бандылардың қолында тұтқында болғанын, өзін өзі құтқару үшін бандылардың бәрін өлтіргенін айтады. Сонымен фильм бітеді. Обзор ұнаған болса лайк басып, пікір жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сапалы контенттің бәрі сіздер үшін.